Гүлшаштың видеоларын көрдім да, табақ еттерді көріп қызығып кетіп, кухняға келіп манты жасап тастадым. Мынау ыңғайлы шап-шағын мантаварка қолдан жасалған, папочкам жасаған. Бұған бір 25 жыл болған шығар, одан артық уақыт өтпесе. Біз Қостанайда оқып жүргенде манты жеп жүріңдер деп жасап берген. Қараңыздаршы. Аппық шам. Бұған көп манты кетеді, 3 табақ. Біреу, 2, 3 лист. Мына жерде аяқтары бар. Су құйылады, көтеріліп тұрады, 3-еуі. Салып біз тойып жейміз, еще бір несі қалады. Манты айдыреді қып жасағым ғой, жатталасып. Мінекей. Мысалы, мінекей мынау епетейс мантаварка тұр. Бұған пісірсең енді өзгеше болады. Қонақ келерде сонда пісіреміз. Өзімізге қолдануға осы ыңғайлы.